Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып бала аяқтың ұшымен тұрса, немесе аяқтың ұшымен жүрсе. Бұл неге және бұны кетіру жолы. Сол жайлы кішігірім сіздерге мәлімет бергім келіп жатыр және практика жүзінде қалай үй жағдайында массаж плюс ЛФК арқылы кетіруге болады. Соны көрсететін боламын. Ең алдымен видеоға лайк басайық. Обязательно мынандай тұрған лайк басып жіберіңіз. И төменде подписаться деген батырма тұр. Соның үстін басып жіберіңіз қызыл. Егер тіркелмеген болсаңыз. Себебі көптеген балаға қатысты пайдалы ақпараттар беріп отырмын, достар. Все, бастыңыз ба? Ендеше видеомды жалғастырамыз. Достар, бұл аяқтың ұшымен басу дегеніміз, бұның себептері жаңағы жатырдағы гипоксияның салдарынан болады. Жатырдағы. Және де бұл, мысалы, ахилл сіңірі бар ғой. Ахилл сіңірі тонусының дұрыс реттелмеуінен. Осы жерлерге көбірек массаж жасаймыз, және де міне мына жерлерге көбірек массаж жасаймыз. Және де достар, қазір көрсететін боламын практика жүзінде қалай массаж істеу керектігін. Ходунокпен жүретін балаларда көп болады, көп кездеседі. Ходунокпен жүретін, жүрейін деп жүрген балалар болады. 4 айынан даже 5-6 айынан ходунокқа салып қояды кейбіреулер. Содан да бала аяқтың ұшымен жүріп кететін болады. Көбінесе жаңа гипертонустан ғой үшін, бір сөзбен айтқанда. Түсінікті ғой да? Все, сізге қалай массаж жасау керектігін көрсетейін. Тыныштық, Айша. Кішкентай балаға көрсетуге болатын еді, бірақ кішкентай бала дұрыс жыбырлап жатпайды. Сондықтан үлкен қызымызға көрсетіп жатырмыз. Сіздерге түсінікті болсын деген ниетте. Ал асыл жақыннан көрсет. Вот достар, май жағып аламыз, жақсылап. Мына ахилл сіңіріне осы жерлерге көбірек көңіл бөлесіздер. Жаңа айттым ғой, осы жердің бұлшық етінің дұрыс реттелмеуінен. Түсінікті ғой, осы жердің жақсылап массаж істейміз. Гипертонус балдарда да осындай болады. Достар, бұндай жағдайда егер сіздің балаңыз аяқтың ұшымен жүретін болса, хирург немесе ортопед маманына қарату керек міндетті түрде. Осы жерлерді уқалаймыз жақсылап. Егер де жаңағы осы аяқтың ұшымен жүретінде кетірмейтін болсаңыз, майтабан болуы мүмкін балаңыз, жаңағы сколиоз болуы мүмкін, маймақ аяқ деп атамыз ғой. Сондай болуы мүмкін аяқтың ұшымен жүретінде кетірмейтін болсаңыз. Сондықтан бір жасқа дейін жақсылап мән беріп көңіл бөлу керек. Түсінікті ғой, жақсылап бір жасқа дейін көрдіңіз ба? Сразу дәрігерге апарсаңызшы. Все, жалғастырамыз. Көпшілік кеткен жоқ ба? Комментарияға жазып отырыңыздар. Айналайын көпшілік кеттім деп. Әзілдеймін. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, хорошо. Мен сұрақтарыңызға міндетті түрде комментарийді оқып жауап беретін боламын. Және де достар, осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз, ағайындар, туыстар деген. WhatsApp группаға міндетті түрде жіберіңіз. Себебі тегін ақпарат қой тұр. Пайдалы ақпарат, көмегіміз тисін. WhatsApp группаға жіберіңіз міндетті түрде. Міне тек мына жерге ғана оқылап қоймай, мына шандарына да оқылаймыз. Мына жерге көбірек көңіл бересіз ахилл сіңіріне. Көрдіңіз ғой да? Сіздің балаңыз жалпы неше айында жүрді? Осында аяқтың ұшымен жүретін балдарды көргенсіз бе? Аяқтың ұшымен жүретін балдарды. Егер көрген болсаңыз комментарияға жазып кетіңіз. Ағайын, туыс балдарыңызда, немесе өзіңіз балаңызда осында аяқтың ұшымен жүретін пайда болды ма деген сияқты. Міне достар, мына жерге де көңіл бересіздер, хорошо? Осы жерде жақсылап оқылайсыздар. Қазір қалай ЛФК жасайтынын көрсететін болам. Тек оқылап қоймай, ЛФК, физиоретка. Так, жақсылап, примерно бір 7-8 минуттай оқылаймыз бір аяққа да. 7-8 минуттай оқылаймыз. Потом ЛФК потом. Шылатпаш. Балам о. Массаж оқылап боламыз, жақсылап. Потом міне ЛФК. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мен қатты істеп атқан сияқты болып көрдуім мүмкін, бірақ қатты істеп атқан жоқпын. Аккуратно, асықпай істейсіз, хорошо? Егер өзіңізге не уверен болсаңыз, жасамаңыз, хорошо? Арнайы массаж маман шақыртып істеңіз. Міне 1, 2, 3. Жібере саш, айналайын, жібере саш. Тамирис. Жібере саш. Ё-моё, мен видео түсіріп жатқан кезде жағаласып қалады ғой бәрі. 1, көрдіңіз ғой, 2, 3.
1, 2, 3. Потом ұстаймыз қолда обязательно. Потом мына жерден ұстаймыз. Міне. 1. Қатты істемейсіз. Балаға неприятный болуы мүмкін. 2, 3. 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой, да? Элфкасы да бұл, элфкасы. 1, 2, 3. Кетші. 1, 2, 3. Раз. Элфкасы осыларды көбірек, осы жаттығуларды көбірек мән бересіз. Ұстамаш, тыныш, шайша. Айналайындар, ай. Қатарды ғой бұлар. Міне, 1, 2, 3. Кетші. Түсінікті болып отырмас сіздерге достар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып отырыңыз. Бірінші уқалайсыз жақсылап. Бірінші маймен уқалайсыз, потом элфкас жүреді. Көрдіңіз ғой, мен көрсеткендей өстіп асықпай жасаңыз. Алсаң экраннан. Міне, осылай. Жақсылап, міне. Потом міне, бұлай ұстаймыз. Егер енді балаң аяғы кішкентай ғой. Міне, осылай ұстап тұрасыз да, мына жерге жақсылап тағы да уқалайсыз, жақсылап көңіл бөліңіз осы жерге. Осы жердегі бұлшық еттің тонусының дұрыс реттелмеуінен деп айттық қой. Осын сіз реттеуіңіз керек үшін. Жақсылап уқалап, элфка жасап. Кәдімгідей эффект болады, достар. Эффект болады. Солай, достар. Көрдіңіз ғой, екінші аяғында солай уқалайсыз. Примерно бір 15 минуттай, 15-20 минуттай көңіл бөлесіз ғой, екі аяққа общий, да? Лайк басуды ұмытпайық, достар. Лайк басайық, обязательно. И каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Все, барынша түсіндірдім.